Сәлем, менің есімім Айгерім. Түркия елінде отбасымызбен Анталия қаласынан бастап бірнеше қалаларын саяхаттаған болатынбыз. Бүгінгі блогта сіздерге сол қалалар жайлы айтып беретін боламын. Ең алдымен Анталия қаласына тоқталатын болсақ, бұл қала өркениет, мәдениет және де табиғаттың бір-бірімен үйлесіп жатқандығын бірден сезіледі. Көшелерінде апельсин, алма, лимон сияқты өсіп тұрған жемістерді көруге болады. Және де құстары, аңдары өте табиғатпен байланысып жатыр. Және де ежелден қалған қақпалар, ескерткіштер сол бір кезеңге түскендей сезім береді. Себебі сол кезде соғыс кезінде өздерін қорғау үшін салынған әрбір жердің өзінің әсері бар. Және де біз келген күннің ертесіне жаңбыр жауып кетті. Өте қатты жауын болғанымен күн жылы 19 градус шамасында, сондықтан да қатты салқын болған жоқ. Өте ерекше экзотикаға толы. Анталия сондай сезімді біз үшін қалдырды. Келесі қала ол Памуккале қаласы. Бұл өте минералға толы, кең жазықта орналасқан, сондай әдемі, өзінің табиғи өнімдерімен атақты қалалардың бірі. Үлкен біз театр алаңын көреміз, және де минералды су бар Памуккаленің атақты жерлерін көре аламыз. Және де бұл жердің өзінде бірнеше зәйтүн майлары қолдан жасалынып, өз ішінде Түркия елінде қолданыста беріледі. Және де біз келесі қалаға жеткенше 9 сағаттай жүрдік. Және сол уақыттың ішінде кең даланы Памуккаледен Каппадокияға дейінгі аралықты көріп өттік. Келесі қала бізде өте ерекше қалалардың бірі. Каппадокияда үйлер сондай тастың ішінде қашалынып жасалынған, және де таңғы уақытта, яғни күн шыққанға дейін барлық шарлар көтеріліп, сол қаланың жоғарғы жағынан 150-200-ге жуық шарды бір сәтте байқауға болады. Осы жерден біз күннің қалай шығып жатқанын, күнмен таласып, сол Каппадокия халқының, келіп жатқан туристердің әсерлерін өз көзімізбен көрдік және де сезіндік. Бұл жердің өзінің ауасы да, тауларының орналасуы болсын, жалпы біздің Ақтау қаласына кішкене ұқсайды деп айтсақ та болады. Бірақ жалпы Каппадокияға келген адамдардың Америка болсын, Корея, Франция және де тағы да басқа елдерден келіп жатқан көптеген адамдарды байқадық. Келесі қала ол Алания қаласы. Бұл өте жасыл және де теңіздің бойында орналасқан тыныш ауыл секілді бір қала деп айтар едім. Және де бұл жердің тыныштығында сондай хузур деп айтады түркшеде, жан тыныштығын беретін сондай бір жер деп айтар едім. Және де бұл жерде туристер де аз, бірақ орналасқан кішкене ғана қала болса да, өзіне соншама әдемілікті, теңіздің сұлулығын, тастарға, соның үстіне салынған қақпаны көріп, ерекше сезім аласыз. Енді бұл түрік халқының өмір сүру салты қазір қандай екенін айтып кеткім келеді. Жалпы соңғы жылдары түрік халқында экономика жағынан төмендеу болғандықтан көбінесе туризм қымбаттады, яғни өз қалаларында белгілі бір жерлерге кіру үшін 10 есе, яғни өзінің халқы 2 евро төлейтін жерге туристер 20 евромен кіріп жатады. Алайда бұл өмір салтында бұрында қалып кеткен шіркеулерді мешітке айналдыру, немесе құндылықтарын сақтап қалу, дін, мәдениет, және де өздерінің жақсы көретін музыкасын, сол бір дәмді тағамдарын әлі күнге дейін алып келе жатыр. Және де таза мақтадан киімдер жасап, сатылымға шығарады. Және де әрине бағаларын салыстырып қараған кезде 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрынғы бағадан қарағанда әлде қайда қатты қымбаттаған. Және де бұл елдің әдемілігі соншалық
туристік жағдайды жасап келе жатыр. Яғни бұл жерде келіп жатқан адамдар көп. Яғни біз қараша уақытында барсақ та көптеген елден адамдар әлі күнге дейін келіп тамашалап жатыр. Жаз уақытында әрине өте көп адам келеді, бірақ та күз және де қыс айында да адамдар келіп саяхаттап жатыр. Және бұл жерде жаңағы Каппадокия сияқты жерлерде өте жиі шармен шу сияқты жағдайлар жасалынған. Және өздерінің Мевлана деп бетке ұстайтын дін ғалымы ретінде сол кісінің жаңағы құрастырған биі соны өте жақсы дәріптейді, көрсетеді. Және шарда ұшудың өзі де ол жақта өте әсерлі сезім береді. Өздерінің халқы үшін 15 мың теңгеге ұша алатын болса, ал басқа елден келгендер 100-150 мың теңгеден баға қойып, сондай бағада ұшуына тура келеді. Және де дәл солай музейлерде де, тағамдарында да кішкене ақша жағынан айырмашылық болуы мүмкін. Және де олардың өздерінің керемет билері бар. Соны бізге Каппадокия қаласында түріктер жиналып билеп көрсетті. Каппадокия қаласында сондай керемет жерде тағам ұсынды. Өздерінің ұлттық тағамдары, әр қалада өзінің тамақтары бар екен, соны жедік. Және де байқағанымыз табиғи өнімдерді өте жиі қолданады. Және де табиғи өнімдерге бағалары біздікінен қарағанда төменірек. Және бұл жақта туристерге арналған көптеген жағдай жасалынған, яғни яхтамен бір жаққа барып теңізді аралап қайту, немесе суретке түсу, өздерін түрлі ойын сауықтар жасап туристерге жағдай жасайды. Суретке түсу үшін жануарлар қолдану мүмкін. Енді біздің тәжірибемізге келетін болсақ, біз ұзақ жол болғандықтан өте ыңғайлы авиалинияны таңдаған болатынбыз. Және де өзімізбен бірге әртүрлі жаңғақ түрлерін кептіріп жасап 7 күнге салып алдық. Яғни өте көп жолға шыдау үшін баламен жүргендіктен бізге солай бір нәрсе алып алу керек болды. Және де қызымыз 2 жас 9 ай болғандықтан ол өте көп нәрсеге қызығады, жүргісі келеді, ойнағысы келеді деген сияқты. Сол себепті де біз өзімізбен бірге көптеген пайдалы кітаптар алып шыққан болатынбыз. Ал самолет 6 сағаттай ұшты ұшақ. Ал сол уақытта мен жаңа «Менің атым Қожа» фильмін көрдім, өте әсерлі болды. Және де отельге келгеннен кейін біз кішкене демалып, біраз уақыт сол отельде демалысқа уақыт арнадық. Одан кейін сыртқа шығып теңізді көруге барғанымызда жол бойында бірнеше мысықтарды көрдік. Олармен қызым ойнады. Одан кейін біз теңізде біраз жаяу жүрдік. Және келесі күні қаланың ішінде аралаған болатынбыз. Және сарқырамасы өте әдемі болды. Біраз уақыт ол жерде де суретке түстік, естелікке. Және қайтқан жолда барлығымыз жаңбырдың астында қалып, біраз су болсақ та бізге ондай ауыратындай жағдайға жеткізген жоқ. Және де сұлтан шайын ішіп көрдік. Өте ащы, бірақ өте пайдалы екен. Және де әртүрлі өздерінің өнімдерімен таныстық. Бұл жерде біз өте дәмді өздерінің лукумдарын жеп көрдік. Және де отельде байқағаным табиғи өнімдермен өте жақсы бірнеше тағамдар ұсынады. Және балаларға арналған кейбір отельдерде кітаптар болды. Теңізі тұзды және суға түскен кезде кішкене мұрныңды ашытады, бірақ өте керемет. Бірнеше зат сатып алдық, оған сыйлық ретінде осындай орамал сыйлаған болатын. Және біз жол бойы баламызбен әңгіме айттық,
қасымыздағы отырған апай ағайлармен әңгіме айттық. Ол кісілермен өте қызықты, керемет саяхат болды. Және көбірек тамашаладық, көрдік, сөйлестік. Сол түрік еліндегі адамдармен сөйлескен кезде олар сондай өздеріне жақын тартып тұрады қазақтарды, әңгімесін айтып, түрік тілін қайдан білесіз деген сияқты сондай қызықты әңгімелер қозғап керемет әсер алдық деп айтар едім. Және де түрік халқының тілінде сөйлей бастаған кезде олар өздерінің ішіндегілерін айта бастайды, өздерінің сондай ішінде сақтап жүрген туристерге наразылығы болса соны айтып ойларымен бөліседі. Жалпы тағамдары әрине ет қымбат ол жақта, сондықтан жиі салат, суп іштік. Өте әсерлі болды. Көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.